Рефери Беймухан Мейрлен. Беймухан Мейрлен қазір ортада. Слушаем команду рефери. Готов? Готов? Файт! Файт бұйрығы берілді, яғни жекпе-жекке кірісе беруге болады. Енді бұл жолы қоян қолтық ұрыстың нағыз майталманы. Қазір енді менің осы бір жерде ойлайтын ойым рефлексті түрде жұдырық кетіп қалуы, немесе аяқпен теуіп жіберуі мүмкін болар ма екен деген ой. Надеюсь, такого не произойдет в этой схватке, что рукопашник случайно не выбросит, как на рефлексе, да, какой-нибудь свой удар. Аяқ астынан қазір. Енді жауынгерлік самбода өзің білесің, әлемдік деңгей бойынша баспен де ұра беруге болады жауынгерлік самбода. Сондықтан самбо майталмандарда ұрмайды деп айтуға келмейді. Как бы сейчас все это... попытка на бросок не увенчалась успехом. Қазір жамбасқа әдем салып көруге тырысқан еді, бірақ болмады. Қазір екі спортшының да позициясы бірдей, бірі сырт жағадан. Қазір екі жағадан алып отыр, және осы жерде негізі грэплингтің, джиу-джитсудың бір әдемі әдісі бар. Екі күртешенің жағасын алып орнынан тұрып қылқындырып тастауға болады. Да, вот тут интересно, что у каждого стиля могут быть свои фишки, которые они могут применить, что человек из другого стиля не может знать или как бы, может и не ожидает увидеть тот или иной прием. В этом тоже есть определенный интерес. К сожалению, пока такого не произошло. Вот попытка прохода в ноги. Сәне байқадың ба, ортадағы төреші Беймуханда негізі грэплинг джиу-джитсу ғой. Жауынгерлер, қазір әдіс болмаса ескерту бергісі келіп жүргенін көрініп тұр. Призывает к активности рефери. Ай тамаша, жамбас. Бұл жерде қазақ күрес болғанда таза апайын беретін еді, таза жеңіс. Қазір бақылау болған жоқ, ең бастысы осы. Егер лақтырғаннан кейін қарсыласын бақылап 3 секунд ұстап қалғанда анық жеңіске жетуге болатын еді. Что-то вроде иппона, да? Ол үшін бақылауда ұстау керек. Ал жалпы біздің спортшылардың барлығы қарсыластарын айқын басымдықпен жеңу үшін ауырту әдісі немесе қылқындыру әдісі деген секілді әдістер ғана көріп жүргендей болып көрінеді. Да, но только что бросок был очень-очень амплитудным и красивым. Және қараңыздаршы, қызыл жалпы күртешедегі самбо спортының майталманы Бақдәулет Абызов салқынғанды, түрінде эмоция жоқ. Өзімен өзі бір дайындықта жүрген секілді, өзін салқынғанды ұстайды, жанып кету жоқ. Действительно очень спокойно, хладнокровно действует. На лице не видно и тени, и сомнений. Как будто просто пришел немножко побороться. Тоқта. Қазір күртешені жинап алу керек. Негізі Серік Қайнарбаевқа кимоносының ішінен де салуға болады ғой, белбеуін. Дәл солай салып алса болады. Жанкүйерлердің де жиналғанын көріп отырмыз. Да, пришли болельщики. Ескерту берілді міне. Ескерту бар бұл жерде. Жауынгерлердің екеуі де күресу керек. Және тағы да бір айта кететін жағдай, бұл жерде 4 ескертуден кейін автомат түрде дисквалификация бар екен. Түсіну керек. Да, поэтому борцам не нужно пренебрегать нарушениями. Сейчас у обоих спортсменов по одному замечанию от рефери за активность. И, как мы видим, немножко активизировались. Вот уже работа в партере, но Серік Хайнаров встал, поднялся и снова перевод, сайд-контроль. Как такого контроля нету. Сейчас вот попытка выйти на север-юг. Снова заход на... Бақдәулет Абызов қазір әдіс жасап жатыр, ал Серік Қайнарбаев қорғаныста. Енді сіздер қызыл күртеше кигенге қызыл бұрыш деп ойлап қалуларыңыз мүмкін, бірақ Бақдәулет Абызов негізі көк бұрышта өнер көрсетіп жатыр. Да. Попытка выход на американу сейчас. И... Болатын шығар қазір, өйткені... Почему-то даже не пытается защититься или перевернуться. Здесь... Жасауға болады. Да, это уже не американ, это уже Кимура. Да, но нету прихвата с второй руки у Бақдәулета Абызова. Здесь, по крайней мере, он в выигрышной позиции. Копит силы
на то, чтобы сейчас сделать прием Бақдаулет. Асықпай жақындатады қазір. Қолын жақындағаннан кейін білегіне қолы жетпейді. Егер білегіне қолы жетсе, қайыруға ыңғайлы позицияда. Full mount. Да, теперь зашел уже в full mount. Шаршады екі спортшы да, небәрі 18 секунд уақыт қалды. Да, всего лишь 15 секунд до окончания первого раунда. Неужели это будет второй поединок, который закончится, точнее, который продлится до второго раунда? Үлгермеді. Және алғашқы раунд аяқталды. Да, завершился первый раунд. Был у нас здесь и попытка на выхода волейбола от Бақдаулета Абызова. Также у него был красивый бросок в его исполнении. Ждем второй раунд. Сонымен ортаға қазір екі спортшында шақырдық. Бақдаулет Абызов, Серік Қайнарбаев. Екінші раунд. Палуандарымызға қолдау көрсетейік, ағаян. Ну что, начинается у нас вторая пятиминутка, чтобы выяснить, что же лучше, рукопашный бой или самбо. Но именно по правилам борьбы. Енді жалпы қоян қолтық ұрыс жауынгері жалпы кілемді жақсы сезіне білуі тиіс. Енді самбо шын мәнісінде мықты спорттың түрі. Сондықтан қазір Бақдаулет Абызов. Енді былай айтатын болсақ, бұл жерде ұпай жоқ дегесек те бір әдемі әдіс жасады. Амплитудалық әдіс және қолына американо, қолға ауырту әдісін жасауға жақынырақ болды деп айтуға болады. Да, была попытка от Бақдаулета Абызова выйти на прием в конце первого раунда, но там не хватило времени, чтобы провести этот прием. Сейчас переводит в партер своего соперника Бақдаулет. И что, прихватил отворот, чтобы... Қылқындыру әдісі бар секілді. Қазір қараңыздар. Да, через отворот. Серіктің жағасынан алған. Иә, міне, көрдіңіздер, қазір оң аяқтан ұстатты. Ой, қараңыздар, бұл самбоның әдемі әдісі. Как же хорошо он задушил сейчас своего соперника. Через отворот он, получается, оказывал давление на шею, тем самым перекрыв кислород. Ал мысалға бұл жерде басқа спорт түрі болғанда аяқтан ұстауға болмайды. Яғни бұл енді самбоның әдемі әдісі жасалды. Яғни осы жерде самбодадағы әдемі әдіс қоян қолтық ұрыстың әдісінен мықтырақ болып шықты деген сөз. Және бұл спорттан спорт мықты деген сөз емес, спортшының мықты дайындығы деген сөз. 24 секундында қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Бақдаулет Абызов. Бақдаулет, осы жеңісімен сені құттықтаймын. Самбо өкілінің сен үш палуанның арасында жалғыз ғана қалдың. Әдемі әдістер көрсеттің. Екінші раундта қылқындыру әдісімен. Қалай бәрі жоспар бойынша болды ма? Иә. Рукопашный палуанда мықты екен. Ойлаған нәрсемді істей алмай, ақырында қылқындыру әдісіне ілінді, сонымен істедім. Енді өзің келесі қарсыластарыңды білесің, өте мықты, атақты палуандар. Жаңа қалай күрескендерін көрдің, қалай өзің ойынша жеңіске жетесің бе? Құдай қаласа, отанымыз деп күресеміз енді. Сәттілік тілеймін. Рахмет саған. Келесі айналған дайындала беріңіздер. Енді осы мықты палуан, өзіңіз білесің, жаңағы Бақдаулет Абызов. Жоспар бойынша қалай болды? Енді келесі жарысқа қатысуға дайынсыз ба? Әрине, қарсыласымыз мықты болды.
Әрине бұл жерде жиналған жігіттің барлығы мықты. Қазақстанның туын биікке көтеріп, абыройын ұстап жүрген жігіттер. Құдай қаласа, келесі жарысқа дайындаламын. Өзімді мықты версиясын көрсетейін деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет саған, Серік, қатысқанына көп рахмет. Мен сені баяғыдан білемін, өте мықты палуан. Келесі жарыста сәттілік тілеймін. Осы Номад лигінің атымыздан осындай сыйлық саған.